Бәріне сәлем, сіздермен саяхаттаймыз арнасы. Және бүгінгі видеода мен бала күтуші атты киноны қысқаша айтатын боламын. Видео ысылмай жатып арнамызға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Киноның басты кейіпкері Кон деген бала. Ол уколдан қатты қорқады. Және мектептегі бұзық балалар оны келемеждейді. Бір күні бұзық балалардың қасына Конның күтушісі кеп қалады. Және оларды қуып жібереді. Және оны үйіне алып кетеді де жексенбі күні кездескенше деп айтады. Ертесіне Кон Милан есімді сыныптасымен автобуста сөйлесіп кетіп баратады. Кон оған бұл жексенбіде ата-анасы үйінде болмайтынын айтады. Және оған күтуші әйел қарайтынын айтады. Сосын ол Миланға жексенбі күні ұйықтамай күтуші әйелді аңдау керектігін айтады. Себебі барлық күтуші қыздар жұмыс істейтін жеріне жігіттерін шақырып алады деп айтады. Жексенбі күні Конның ата-анасы демалысқа кетеді. Және Биға Конның түнгі онда ұйықтау керектігін айтады. Ата-анасы кеткен соң Би мен Кон үйде дискотека ұйымдастырады. Ваннаға түседі. Және көңіл көтеретін барлық нәрсені жасайды. Сосын Кон ұйықтау үшін бөлмесіне кіреді. Сағат 11:30 болғанда Бидің достары Конның үйіне келеді. Кон тып-тыныш аңдып тұрады. Олар ақиқат немесе әрекет деген ойынды ойнап жатыр екен. Бөтелке Биға қарағанда оның досы Макс барлық отырған ойыншылармен сүйісіп шығуын сұрайды. Және Би оны орындайды. Соңғы дос Самуэлге келген кезде онымен сүйісіп, оның басына екі пышақты тығып жібереді. Өліктің достары оның қанын ыдысқа құйып ішпекші болады. Кон бұл жағдайды көріп қорқып кетеді. Бірақ сонда да оларды аңдуды жалғастырады. Сосын олар ескі кітапты ашады. Және өз ниеттеріне жету үшін қанды ішіп, артынан антты ішіп жіберу керек болған. Бірақ оған тағы бір бейкүнә адамның қаны керек еді. Бұл үйде жалғыз бейкүнә адам ол Кон еді. Кон мұны естіп жүгіріп барып полицияға қоңырау шалады. Бұл уақытта Би және оның құрбысы оның бөлмесіне кіріп келеді де, ал Кон өтірік ұйықтап жатқан адам сияқты жатады. Олар Коннан қанды укол жәрдемімен алады. Кон уколдан қатты қорқса да оны байқатпайды. Қыздар бөлмеден шығып кеткенде Кон терезеден секіріп қашпақ болады. Бірақ қанын алған соң ол талып қалады. Кон есін жиғанда оны үстелге байлап қойған екен. Және нені көргенін сұрап жатыр. Сол кезде полицейлер үйге бастырып кіреді. Макс олардың біреуінен найза лақтырып өлтіреді. Атпасаң несіне пистолет ұстап тұрсың? Жараланған полицейский оқ атып Элизді жаралайды. Екінші полицияшыны да өлтіреді. Не сонда бұл жерге тек екі полиция болып келген ба не? Осы уақытта Кон өз бөлмесіне қашып кетеді. Оның арқасына Джон қуа бастайды. Ол жоғарыға шыққанда Кон оны итеріп құлатып өлтіреді. Кон көшеге шығады. Және онда сояны жертөлеге қамап өлтіреді. Сол уақытта Макс келеді де оны қуа бастайды. Кон ағаштың үстіне шығып алады. Макс оны ұстап алады, бірақ ағаштар оның ауырлығын көтере алмайды. Және олар жерге құлайды. Сол кезде Макс арқанға байланып қалып, асылған күйде қайтыс болады. Кон үйіне қайта барады және қарғыс атқан кітапты көреді. Бұл уақытта оған Элис шабуылдайды. Сол уақытта Би Элистің басынан атып, өз құрбысын өлтіреді. Кон кітапты жағып жібереді және өзі сыртқа қарай қашады. Би кітапты өрттен сақтауға тырысады. Осы уақытта Кон машинаға міне салысымен үйіне соғылады. Және Биді машинасының астында қалдырып қояды. Сосын өрт сөндірушілер, полицейлер және Конның ата-анасы келеді. Кон оларды құшақтап, енді маған күтуші қажет емес деп айтады. Сол уақытта өрт сөндірушілердің біреуі бөлмеге кіреді. Би оның арқасынан пышақ тығады да осымен кино аяқталады. Сіздермен бірге болған саяхаттаймыз арнасы. Келесі видеода кездескенше сау.